тексерсін официально. Аха. Жаңа айттым ғой. Иә. Астанадан келіп отырмыз. Осы жағдайды естіп, Астананың жаңағы жылы бұрышында отырмай, осы жерге ақпарат Мекемесі тұр, қандай мекеме? Мекеме емеспіз біз. Мен Сырым Абдрахмановпын дейді. Жеке куәлігін көрсетіңіз. Сіз өзіңіздің жеке куәлігіңізді көрсетесіз? Я Адвет Ғабдулла деген азамат. Асқар Бегайдаров қазір видео. Жаңағыда енді қолдан жұлып, ана жақта Жергілікті полиция қызметкерінің орынбасары. Жергілікті полиция қызметкерінің орынбасары. Кшигенов Нурбол Танирбергенович, да, заместитель начальника местной полицейской службы. Номер удостоверения 01-54-99. Осы мәселе. Бізге қандай не бар? Газета басылар ма, немене, қандай? Біз әлеуметтік желіде, я соны осы картинаны көрсетеміз ба? Жа түсіндіріп айтып отырмын ғой, мысалға, егерде Шығыс Қазақстан облысы мысалы әкімшілігінің өзінің қолынан болады ғой мүмкіндіктер мысалы. Бюджет, запланированный бюджет болады мысалы. Ну, вдруг бюджет жетпей жатыр. Оған мысалға ешкім білген жоқ қой осындай апат болады. Может, республиканский бюджеттен қаражат керек болады шығар. Осы картинаны түсіре отырып, әлеуметтік желіге мына басып халыққа соны картинаны көрсету керек те, реальный картина. Мүмкін жаңағы енді әкім жалғыз шырылдап жүрген әкімнің өзі. Бір депутат келген жоқ парламентке. Бір министр келген жоқ мысалы. Келу керек, қараңдар, оценка жасаңдар. Халық деген енді жата бермейді ғой апталап. Үш күн болды уже. 3 күн болды жатқан. Біз қалай естісек солай шықтық. Сол естісімен сразу шықтық бізде. Сол мәселе. Аңызда дұрыс хабар жоқ. Не болып жатқан ешкім. Только біз интернеттен білдік, фейсбуктан білдік. Телевизден енді айтады жаңа апат болды. Жаңағы қолданша көмек сылап бүйтіп. Оны арты қалай болады? Ол халыққа ақша ертең жете ме, жетпей ме? Үй салына ма, салынбай ма? Оны қанша күтеді? Интернетте енді апталап, енді айлап жата алмайды ғой. Жаңа көрдік, жүкті әйелі отыр екен, осында жатыр екен мысалы. Қиянат қой. Бәріміз енді халыққа жұмыс істеп жатырмыз, сіздер де халыққа жұмыс істеп жатырсыздар, біз де халыққа жұмыс істеп жатырмыз. Осы мәселе. Ал ішке кірдік, спокойно түсіндірдік осыны бәрін. Еще жаңағы барымыз қол жуып келдік кеше. Енді адамдармен кездесу үшін бір таза болып келдік, өзім намаз оқып кетіппіз. Қарсы алды. Жақсы қарсы алды. Сөйлестік. Енді жаңағы осы картинаны көрсетейік деп прямой эфирге шығайын деп жатсақ, жаңағы мен заведующиймін деп, жаңағы бір жігіт толықтыру келген жігіт. Ана видеода бар. Сол күш салды. Ана қолымнан телефон жұлып алды. Мысалы 2 кнопкасы кетіп қалды. Енді ол заявление жазатын енді апаттың кезінде ол, ладно, садақа. Сол мәселе. Сол мәселемен келесіз. Мына жерде наоборот халықты нет. Сіздер қуану керексіздер ғой. Сырттан келіп, осындай ақпаратты қолдап жасауға. Мына интернеттің несін қарсы алатынбыз. Бір кішкентай кусок болса да нан ауыз тетіп мысалы. Қазақпыз ғой. Келесіңдер де, енді сіздерге айтып отқан жоқпын, ішке кірген уақыт. Жоғарыға енді прямой эфир қосқан уақытта телефон жұлып алып күш көрсетіп, қолды қайырып, сол бала емеспіз ғой. Өзіміздің ақшамызды құртып, бензин, көлікті жалдап сол? Жоқ, просто күндіз келді ғой. Жоқ, енді чес ғой. Жаңа келді, чес ғой. Күтпейді ғой. ЧП-да деген, апатта деген ол күннің несі жоқ қой, ұзақ. Біз заман келе қазір барып, шайымызды ішіп, жылынып, таңертең бірақ шығуға могли же мысалы. Олай емес, ол апат болып жатқан ол емес. Не істейміз айтып тұрмын, бізге демалайық. Кімге? Мен машинаға отырып кеттік біз. Бізге шаруа бар ма? Бізге шаруа бар ма? Шықсын бір, керек біле. Кім бауырым, бізге шаруа бар ма? Сөндіріп. Иә.
Иә. А, жақ күткен емес, а, несі? Нөмір машина. Алдында баршы. Жоқ қой. 086. Показать. Сразу. Телефон Сразу. Есім болады. Есім болады. Біздің қалтамыздан сіздер біз салық төлеушілерміз. Солай ғой? Сіздер мемлекеттік жұмыс жасайсыздар. Солай ғой? А мемлекеттік қызметші деген кім? Ол халыққа құлы. Ол конституцияда жазылған, елбасы айтқан. Солай ғой? Заңмен жұмыс істеу керек. Самоуправство болмау керек, превышение полномочий болмау керек. Сол. Мен өз іс-әрекеттерім қазір заңсыз деп санамаймын, мысалы үшін. Онда қағаз беріңізші бізге. Қандай қағаз керек сізге? Қазір мына видеоны шығарамыз иә? Жігіттер, сосын ренжімеңдер. Мен видеоға айтып отырмын қазір. Сізге Сіз қандай қағаз керек мен түсінбей тұрмын. Вот сіз айтып отырсыз ғой, құжат тексеремін деп. Иә. Құжат тексеруге қандай основания бар? Сіз айтып Жеке отырсыз. басын анықтау үшін. Жеке басын анықтау үшін. Ориентировка бар ма жеке басқа? Ешқандай ориентировка. Ориентировка болмаса әңгіме болмау керек. Солай ғой? Бұл автокөлікке ешқандай ориентировка. Все, онда әңгіме. Профилактика деп отырсыз, профилактика қағазын беріңіз деп отырсыз. Қағаз жоқ. Это называется самоуправство, превышение полномочий. Түсіндім. Иә. Жақсы, жолдарыңыз болсын. Жақсы? Жақсы. Автокөліктің қандай себеппен тексеріп жатырсыз автокөлік? Себебі келгендердің сіздердің міне Астана қаласы иә? Иә. Міне Астана қаласының келгеннен кейін мынау сізде біз Шығыс Қазақстан келдік иә? Шығыс Қазақстанға келдіңіздер. Шығыс Қазақстанға келгеннен кейін келуіміздің мақсатын және толығымен түсіндіріп сіз айттыңыз. Айтқаннан кейін енді мен сіздікін толығымен түсіндім. Өзімді толығымен таныстырдым. Солай болды ортамызда иә? Енді автокөлігіңізді тексерейін, содан кейін мен сізге Қай заңның қай бабы бойынша сіз заңның бабы бойынша мен сізге айтып отырмын. Басқа регионнан келгеннен кейін. Ондай заңда бар ма? Заңда жоқ, бірақ мен енді заңда болмаса Gelmeyimiz onda. өздеріңіз беруден бас тартсаңыздар, өздеріңіз біліңіздер. жоқ. Мына жерде тоқтаңыздар, мен сіздерге Әңгіме бас тартуда емес, сіз заңсыз жасап отырсыз. Заңсыз істеп отырсыз қазір. мен сізге айтайын. Қазір міне мына жерден шығасыздар, шыққаннан кейін оңға бұрыласыздар, осы көшемен оңға бұрылғаннан кейін тура жүресіздер, тура бұрылып жүрілгенде ана жерде Алихан деген гостиница тұр. Сол жерге барып нетіп, таңертең осы жерге сағат 9:00-де келіңіздер. Жақсы. Келдік пе? Осы жерде келісейік. Осы жерде